қазаны естірту кезінде қандай қате кетіп жатыр? Ашығын айту керек, соңғы кезде түрлі желі беттері де, жаңалықтар мен екі адамның тілдесуінде де қайғылы хабар айтылуы көбейіп кетті. Екінің бірінің туысы мына қынадай қырған дерттен қайтып жатқаны шындық. Әлемді ажал тырнағында ұстаған індеттің кесірінен қайтқандар турасында желі болсын, басқа болсын, лақ еткізіп жаза салатында болыппыз. Тіпті оған да ет үйренген тәрізді. Алла рахымын алсын деп отыра береміз. Отырмағанда қайда барамыз? Десек те, қайтқан адам туралы қазақта естірту деген салт бар болған. Болған дейтін себебіміз қазір солда ұмыт қалып бара жатқан секілді. Әрине, ораза мен намаздың да тоқтықта екенін айтқан қазақ ата бабам, бірақ тап қазір біреудің біреуге ақыл айтқанын керек еткелі де тұрған жоқпыз-ау. Дегенмен ата салтын ұмытпаған да жөн. Басқа да салт дәстүр секілді естіртудің де астарында көп тағылым жатыр. Естірту кезінде қате жасап, соңын тағы да өкінішке ұластырып алмай тұрып, аз деген білгеніміз де жөн. Қазақ ешқашанда жасқа, балаға қаза туралы айтқызбаған. Ажалдың айтып келмейтіні рас, бірақ мұндайда қазақта туған, туыс, көрші қолаң лезде жиналып, алыс жақынға хабар жеткізуді ақыл тоқтатқан, көргені мен түйгені көп жанға тапсырған. Дүниеден қайтқан адам сыртқарда жүріп жан тәсілім етсе, үйіне кез келгеннен хабар айтып жібере салмаған. Мұндай жауапкершілігі де, салмағы да ауыр міндетті елдің үлкендері, ақсақалдар өз мойнына алып, алдымен сол үйдің жағдайына қарап барып қаралы хабарды естірткен. Мұндайда отбасы мүшелерінің қатты қорқып қалмауын, дертті болса, азалы хабарды естіп одан сайын жағдайын қиындап кетпеуін бажайлап бағдарлай алатын адамға ғана тапсырған. Бала күнімізден үйге қарай жүгірме, жаман ырымды бастама дегенді естіп өстік. Неге деп сұрағанда ешкім сырын аша бермейтін. Тек қана жаман болады деп қысқа қайырушы еді. Міне, сол үйге қарай жүгірмеудің де астарында үлкен мән жатыр. Қазақта ауылға қарай, немесе үйге қарай жүгірген, сонымен қатар атпен шауып асығыс келген адамнан тек бір ғана хабар күткен. Ол қаралы хабар, немесе елдің шетін жаудың шапқан. Қаралы хабар айтатын адам да үйге жақындағанда ой бауырымдап дауыстап келетін болған. Бүгінде не көп? Хабарды жылдам тарататын құрал көп. Телефон дейсің бе, ондағы түрлі желілер тағы бар. Бұрынғыдай ат шаптырып, алыстан хабар айтқызбай. Минут ішінде не болған хабарлауға болады. Бірақ қанша жылдам жетсе де бір мүшесі қайтыс отбасын қайғыдан аман алып қала алмайтынның да бар. Бір айта кетерлігі, қазақ ешқашан қазаны тікелей естіртпеген. Ол туралы қазақ әдебиетінде түрлі шығармалардан да кездестіруге болады. Алыста жүріп қайтқан адамның қазасын естірткенде мың жерден тікелей байланыс болып тұрса да, тұспалдап басқалар арқылы жеткізген. Телефон бар екен деп күйеуі қайтыс болған әйелге қоңырау шалып айту дұрыс емес. Оның сол сәтте жаман хабардан денсаулығы қиындап, соңы жамандыққа соқтыруы да ғажап емес. Айықпас дертке ұшырап қалу да мүмкін, тіпті ауыр қазаның соңы екінші бір қазаға ұласып кетуі де ықтимал. Сондықтан да мұндай қазаны сол үйдің жақын тұратын туысы немесе танысы арқылы жеткізген жөн болады. Онда да сөзі салмақты үлкендері жеткізсе құба-құп. Кейде қазаны естіртетін де адам таппай қалатын сәттер болады. Үлкендер сапарда немесе жағдайы болмауы мүмкін. Қариялардың қатары кемігенде одан кейінгі толқын орнын басып, елдің үлкені атанары белгілі. Сондайда осынау жауапкершілігі мол естірту салтының салмағы кез келген жанға түсуі мүмкін. Сондайда сөзді неден бастау керектігінде саптап алған жөн. Қара жамылған үйге кіргенде сөзді әріден буы бар жерде өлімде бар екен, ажалдың айтып келмейтінін, адам болған соң бәрінің де барар жері бір екенін айтып тұспалдауға болады. Бірінен соң бірін бастырмалатпай, арасында үнсіздік салып барып, бекем болуға, сабырлы болуға шақырып алу керек. Ондайда адамның ойы жүйрік, шынайы сенбей тұрса да, санасы бір жамандықтан белгі беріп, бүкіл денеге сигнал беріп дайындайды. Содан кейін ғана өлді демей, енді арамыздан кетті, мәңгілікке сапар шекті деген тұспал сөздермен ғана айту керек. Мұндай сәтте түрлі жағдай болуы мүмкін, оның бәріне де дайын болу қажет. Жақыннан айырылу ешкімге оңай емес, сондықтан сабырға шақыруға, берікте бекем болуға, қатты қайғырған сәтте құдіреті күшті жаратушыға тіл тигізіп кетпеуін де ескерте отырып жұбата да білу қажет. Міне, сондықтан да
қазаны естіртуге бір ғана адамның бармағаны абзал. Үлкендер жиналып бірнеше болып барса, салмағында бөліп көтеру, қаралы үйді жұбату да оңай болады. Қырмызы Сауран